Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 14-ші дәрістің тақырыбы шырғанақ және қара жемісті шетен өсіру технологиясы. Қарастырылатын сұрақтар: шырғанақ және қара жемісті шетеннің биологиялық ерекшеліктері, көбейтуі, күтімі және шаруашылық емдік маңызы. Шырғанақ, облепиха, бұталы және шағындау ағаш болып саналатын тікенді өсімдік. Жапырағы мен гүлі бір уақытта ашылады. Қазақстанның барлық жерінде бір ғана түрі бар. Тау етегінде, тоғайлы алқапта, өзен су жағалауларында, жартасты тасты тау беткейлерінде өседі. Жапырағы күміс түстес, сәуір мамыр айларының аралығында гүлдейді. Гүлдеп біткен соң жеміс салады. Жемісі қазан айында піседі. Күзде жемісінде болатын ащы дәм алғашқы қара суықтан кейін жоғалады. Жемісінде 8% шырғанақ майы бар, каротинге бай. Құрамында дәрумендердің қасиетін жоғалтпау үшін жемісін ағаш бөшкелерде, күн көзінен таса жерде сақтау керек. Шырғанақтың жемісін шырынды сусындар, қайнатпа, тоса жасауға пайдаланады. Шырғанақ майы терідегі жаралар мен күйіктерді жазады. Адамның ішкі ағзасының жұмысын жақсартады, бауырдың негізгі қасиетін сақтауға көмектеседі. Көптеген қатерлі ісіктерді емдеуге хирургиялық операциядан кейін де қолданылады. Өсімдіктің бұтасы тығыз және қатты болып келеді. Сондықтан оны жылжитын құмдардың жолына егіп, тауда жүретін көшкінге тосқауыл ретінде жартасты тау беткейлеріне егуге болады. Көгалдануда немесе топтап егуге де жасыл қоршау ретінде де өсіруге болады. Шырғанақ, облепиха, бұталы және шағындау ағаш болып саналатын тікенді өсімдік. Шырғанақтың тамыр жүйесі күрделі және күшті дамыған. Беткі тамырлары көлбеу бағытта таралып, жеңіл топырақта 60 см-ге, тығыз топырақта 40 см-ге дейін жетеді. Бойлы, яғни тік тамырлары 120-270 см тереңдікте өседі. Тамырдың ақ түсті, жіңішке, борпылдақ, ұлпалы және сынғыш келеді тамырлары. Шырғанақ тамырлары азот жинайтын бактерияларды қалыптастырады. Әр гектарға жыл сайын 27-180 кг азот қосады. Сонымен қатар сабақтарында қосалқы тамырлар қалыптасып, өсімдіктердің ұзақ өмір сүруін қамтамасыз етеді. Шырғанақ бұта түрінде өседі. Бөрікбасты және көп бұтақталған. Өркендері жыл сайын өнім беретін жаңа бұтақтар шығарады. Бұтаны жасына қарай кесуге болмайды, себебі ол ұзақ жылдар бойы өнім береді. Жапырақтары ұзынша, күңгірт жасыл түсті, су мен қоректік заттарды тиімді сіңіруге қабілетті. Тамырлармен байланысы жақсы дамыған. Шырғанақ қос үйлі өсімдік, яғни аталық және аналық гүлдері бөлек өседі. Аталық гүлдер аналықтарға қарағанда 2-3 есе ірі және сары түсті масақ тәрізді, ал аналық гүлдер жасылдау, ажарсыз келеді. Аталық өсімдіктер жеміс бермейді, тек аналық гүлдері тозаңдану үшін қолданылады. Гүлдері мамыр айының ортасында басталып, 9-10 күнге созылады. Шырғанақ жел арқылы тозаңданады. Бунақ денелілерге тәуелді емес. Шырғанақтың өнімділігі ұзаққа созылады. Бұта 10-12 жыл жеміс беруге қабілетті. Өскендермен көбейтілген шырғанақ 3-4 жасында, ал тұқыммен өсілген өсімдік 5-6 жасында алғашқы жемісін бере береді. Жемістер жыл сайын қалыпты түрде өседі. Бұтаның жасына қарай өнім көлемі артып, тұрақты түрде сақталады. Өсімдіктердің ұзақ өміршеңдігі оның мықты тамыр жүйесімен және жыл сайын пайда қосатын қосалқы өркендерімен қамтамасыз етіледі. Жеміс беруді тоқтатпайтын бұталарда әр жылы жаңа өнім беретін бұтақтар дамиды. Сондықтан оны жасартқыш кесулер арқылы ұзақ уақытта өнімді сақтауы мүмкін. Шырғанақтың жемісі дәрумендерге бай, дәрілік қасиеті жоғары және әртүрлі өсімдіктерге шырын, тосап, май кептірілген жидек өндіруге жарамды. Шырғанақ қатал климатқа бейім, аязға төзімді өсімдік. Ол Сібір мен Қазақстанның солтүстігінде 50 Цельсий градусқа дейін төмен температураға шыдай береді. Дегенмен құрғақшылыққа төзімділігі төмен. Сондықтан жаздың бірінші жартысында әсіресе ыстық және құрғақ ауа райында қосымша
суару керек. Шырғанақ жарық сүйгіш, күн сәулесі мол, ашық жерлерде жақсы өседі. Қар жиналатын жерлерден жел ұшыраған қар әсерінен алыс орналасқан плантациялар бұтаның бұзылуын және өнімділігінің төмендеуін болдырмайды. Сонымен қатар, шырғанақ топыраққа аса талап қоймайды, бірақ жеңіл құмды немесе құмдақ сазды топырақтарда жеміс баяулауы жоғары. Шырғанақтың көбеюі бірнеше тәсілмен жүргізуге болады. Тұқым арқылы көбею өнімділігі біркелкі болмайды, өйткені аталық пен аналық өсімдікті ажырату қиын. Тұқым желтоқсанның бірінші онкүндігінде 2-5 см тереңдікке себіледі. Ағаштанған қаламшелер арқылы көбейту тиімді тәсіл болып саналады. Қаламшелер қазан айында дайындалып, қар астында сақталады. Көктемде бүршік атқанда отырғызуға болады. Қаламшелердің ұзындығы 18-20 см, отырғызылу аралы 4-2 метр. Тамыр атпалары арқылы көбейту тез және тиімді, себебі өсімдіктер тез тамырланып, өсімдіктердің дамуына қолайлы. Өскінді кезеңімен топырақта 60 см тереңдікке дейін суландыру қажет. Бұл тамырдың дұрыс дамуына және өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді. Аурулар мен зиянкестері. Шырғанақ аязға төзімді болғанымен кейде аурулар мен зиянкестерге ұшырайды. Ең жиі кездесетін ауруларға саңырау аурулары, мысалы тұқым құрт, сұр шірік және ылғал көп болған кезде дамитын антракноз жатады. Вирус аурулары өсімдіктің өсуін бәсеңдетіп, жеміс сапасын төмендетуі мүмкін. Зиянкестер қатарына жапырақ жегіш көбелектер, шелпек қоңызды және жеміс көбелектері бар. Олар шырғанақ жидегін зақымдап, шірік ауруларын таратуына себеп болуы мүмкін. Аурулар мен зиянкестердің алдын алу үшін барды сұйықтығымен немесе биологиялық препараттарды қолдануға болады. Келесі дақыл қара жемісті шетен, яғни черноплодная рябина өсіру әдістемесі. Қара жемісті шетен биіктігі 2-2,5 метр болатын көп жылдық бұта түрінде өседі. Өркеннің орны, толтырғыш қабілеті жоғары, ересек бұталарда әртүрлі жастағы 50-60 бұта болуы мүмкін. Бұл өсімдік жылуға талапшыл емес, Қазақстанның солтүстігінде жақсы жетіледі. Қыста төзімділігі орташа, 35 Цельсий градус аяздарға шыдайды. Аязға төзімділігі қар қалыңдығына байланысты. Шетен жарық сүйгіш және ылғалға талапшыл, бірақ аса артық дымқылға төзімсіз. Солтүстік Қазақстан тәжірибе станциясының зерттеулері көрсеткендей, топырақтағы артық ылғал өсімдіктің қысқа төзімділігін төмендетеді. Топыраққа аса талап қоймайды. Жеңіл және орта саздық қара топырақта жеміс байлауы жоғары болады. Тамыр жүйесі шашақты, өте бұтақтанғыш, тереңдігінде көлбей тамырлар 70 см, тік тамырлары 1,5-3 метрге жетеді. Гүлдеуі маусым басында басталып, 10 күнге созылады. Өркені 10-16 см өскенге дейін гүлдеуді жалғастырады. Жемісі қыркүйектің ортасында пісіп жетіледі. Көбею тәсілдері. Қара шетенді бірнеше әдіспен көбейтуге болады. Тұқым арқылы көбейту кезінде өнім біркелкі болмайды. Себу көктемде 5-7 см тереңдікке жүргізіледі, ал тұқым алдын ала 3-4 ай стратификациядан өтеді. Сондай-ақ сұлатпа сабақтар мен атпалар арқылы көбейту тез нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Плантация салуға топырақты терең жырту, органикалық және минералдық тыңайтқыштарды енгізу қажет. Көшеттер көктемде және күзде отырғызылады. Отырғызу аралығы 4-2 метр немесе 2,5-1,5 метрді. Отырғызу кезінде 4-5 бүршігі бар, ұзындығы 15-20 см өркен қалдырылады. Қара шетеннің жемістері салыстырмалы түрде бір уақытта піседі, сондықтан оларды шоқ күйінде жинау тиімді. Жемістерді жинау кезінде сағақтар мен сағақсыз жинауға болады. Сағақсыз жинау тасымалдауға төзімділікті азайтады, ал сағақсыз жинау жемістерді өңдеуге ыңғайлы болады. Жемістерді уақытында жинау өте маңызды, себебі кешіктірілген жағдайда олар жұмсарып, зақымдануы мүмкін. Жемістерді жинағаннан кейін
сақтау үшін бірнеше тәсіл қолданылады. Қысқы мерзімге сақтау үшін оларды 0 градус температурада тоңазғышқа орналастыру керек. Бұл жағдайда жемістер қыс бойы сақталады. Ұқсастықтары: шырғанақ пен қара жемісті шетен екеуі де көп жылдық жеміс дақылдары болып табылады және Қазақстанның солтүстігі сияқты суық климатты өңірлерде жақсы өседі. Екі өсімдіктер жарық сүйгіш, жел мен тозаңдардан өсімдіктер. Сондықтан гүлдеуі мен жеміс беруі процестері араларға немесе басқа жәндіктерге тәуелді емес. Тамыр жүйелері әртүрлі болса да, екеуі де қоректік заттармен суды топырақтан тиімді алады. Бұл олардың төзімділігін артады. Дәрісті қорытындылай келе, шырғанақ пен қара жемісті шетен Қазақстанның солтүстігінде өсуге қолайлы, көп жылдық жеміс беретін бұталар. Шырғанақ қос үйлі өсімдік болғандықтан, аталық гүлдер аналықтарды тозаңдандыру үшін қажет, ал жемістері ұзақ сақталады. Қара шетен жемістері салыстырмалы түрде бір уақытта жетіліп, шоқ күйінде жинауға ыңғайлы, бірақ тез бүлінеді. Көбейту үшін тұқым қалемше, тамыр атпалары және бұтаны бөлу әдістері қолданылады. Өсіру кезінде топырақты дұрыс дайындау, бұталарды қалыптастыру, арамшөптерді тазалау және сұғыландыру маңызды. Аурулар мен зиянкестерді алдын алу арқылы өнім сапасын сақтауға болады. Өнімді жинау мен сақтау кезінде дұрыс тәсілді қолданса, шырғанақ пен қара шетенді ұзақ жылдар бойы сапалы және мол өнім алуға болады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.